сонша өмірді фәлсафамен қиындата беретінін түсінбеймін сол еркекті. Шын мәнісінде өмірге өлеңмен қарасаң әлдеқайда жеңіл болатын сияқты. Поэзия деген сезімдерді қозғауға арналған ғой. Сол ғой, сол сезім. Міне, Айгүл ханым. Ал Ермек ағаның фәлсафасы ойды түйіндейді. Не дейді? Айгүл қыз, Айгүлерім, Айгүл қызым. Өмірде ақындардың бәрі жалғыз. Саған айттым, онда бұл кісіге басқасынан. Ақпанды аққарға оранып, қалаға арқамды кінәрі, білемін келмейсің оралып, бәрібір қылсам да мәжі, Айгүл ханым. Түнімен сауынның бір айлық кірісімен шығысын қарап шықтым. Құлағыңыздан пұшып тұрғанын қарағанда сол ұнаған сияқты қыз сізге. Ұнаған жоқ. Табыс өте аз. Не сұмдық. Келген клиенттерді келгенде қызмет көрсетіп жатырмыз ғой. Бәрібір де аз, түсінесіңдер ме? Бәрібір аз, иә. Соның бәрі менің ойымша. Осы мен соңғы кездері өлеңді аз оқып кеттім. Соның кесірінен сияқты. Міне дәл осы қылықтар негізіне келгенде клиенттердің келуіне әсер береді. Аз келуіне әсер береді. Сен әрдайым өлең оқумен аштасың. Сен болса телефонмен қаштыртасың. Бұл не енді? Сондықтан бүгіннен бастап салонда қатал тәртіп енгізуге мәжбүр болдым. Ереже жазып қойдым. Соның жартысы, бастапқысы. Әлі жазамыз. Сондықтан бүгіннен бастап салонда осы ереже бойынша жұмыс істейміз. Кейде ережелер адамды шектеп қояды. Иә, дұрыс айтады. Мен мысалға шабыттанып өлең оқымасам, мен ең әуелі ақынмын, шашып кие алмаймын. Бұл жердің бастығы кім? Сіз. Сондықтан айттым, болды, доғарыңдар. Жақсы, естік. Енді бірақ айына бір рет болсын өлең оқуға болады деген бір нәрсе шығарыңызшы өтініш. Мына ережелер бойынша. Жақсылап оқып Телефонға түсіріп, контент жасап, вообще-то маркетинг. Өздеріңіз болып ұйымдасқан.